Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін алгебраны қарастырамыз. 9 сыныптың келтіру формулаларына арналған есептерді шығаратын боламыз. А тобының бізде 23-те 5-ші есеп, өрнектерді ықшамдау. Біріншісі берілген екен, бізде синус жақшаның ішінде 90 градус минус альфа, қосылған косинус 180 градус плюс альфа, плюс котангенс 270 минус альфа, плюс тангенс 360 градус минус альфа деген. Бізде бұл жерде бізге қажет болады оқулығымыздың ең алғашқы бетіндегі мына келтіру формулаларының кестесі. Осы формулаларды қайта-қайта қарап отырып, осы есептерді шығаратын боламыз. Яғни бізде берілгені синус 90 градус минус альфа дейді. Қалай қолданамыз біз кестені? Синус 90 минус альфада, міне қарайық. 90 минус альфада синусымыз косинусқа тең екен. Яғни жазамыз бірінші. Бізде косинус альфа шығады. Қосылған косинус 180 плюс альфа дегеніміз бізде 180 плюс альфа косинуста минус косинус альфа екен. Яғни бізде минус косинус альфа болады. Және котангенс 270 минус альфа дегеніміз кестені қолданайық. Котангенс 270 минус альфа дегеніміз тангенс альфаға тең екен, плюс тангенс альфаға тең. Және бізде тангенс 360 минус альфа дегеніміз, кестені қарайық, тангенс 360 минус альфа дегеніміз минус тангенс альфаға тең екен. Яғни бізде шығады минус тангенс альфа. Бізде мұнда косинус альфа мен минус косинус альфамыз қысқарып кетеді. Және тангенс пен тангенсіміз қысқарып кетеді. Сонда бізде шығады 0. Оқушылар келесісін қарайық. Екіншісінде бізде косинус 90 плюс альфа минус синус 180 плюс альфа плюс котангенс 270 плюс альфа және плюс тангенс 360 плюс альфа берілген. Қайтадан манағы келтір формуласының кестесін пайдаланамыз. Косинус 90 плюс альфа дегеніміз бізде не екен? 90 плюс альфа косинуспен қиылыстырамыз, яғни минус синус альфаға тең екен. Жазамыз. Косинус 90 плюс альфа дегеніміз бізде минус синус альфа. Минус синус 180 плюс альфа дегенімізді қарайық. Синус 180 плюс альфа дегеніміз синуста минус синус екен. Яғни бізде мына минуспен шығатын минус бізде плюске айналады да, синус альфа болады. Және котангенс 270 плюс альфа дегеніміз не? 270 плюс альфа дегеніміз котангенсте минус тангенс альфа екен. Сонда мұнда минус тангенс альфа алдындағы таңбаға қарап отырамыз. Және плюс тангенс 360 плюс альфа екен. Қарайық қайтадан. 360 плюс альфа бізде тангенсте тангенспен шығады екен. Яғни шығады бізде плюс тангенс альфа. Сонда бізде мына екеуі қысқарады да, мына екеуі қысқарады, себебі минус плюс таңбалары, және де тағы да 0 шығады. Және үшіншісі берілген косинус 3π бөлінген 2 плюс альфа минус синус π плюс альфа плюс котангенс π бөлінген 2 плюс альфа плюс тангенс 2π бөлінген плюс альфа. Қараймыз, бірінші біз косинус 3π бөлінген 2 плюс альфаны қарайық. Келтіру формуласын аламыз. 3π плюс альфа деген міне тұр бізде, π мен радианмен берілгенде. Косинуста бізде синусқа тең екен, жазамыз. Біріншісіндегісі бізде сонда синус альфа шығады екен. Минус, синус π плюс альфа дегеніміз не? Пи плюс альфа дегеніміз синуста минус синус альфаға тең екен. Пи плюс альфа, минус синус альфаға тең. Жазамыз минус пен минусымыз бізде плюске айналып кетеді. Синус альфаға тең. Келесі котангенс пи бөлінген 2 плюс альфа дегеніміз бізде қараймыз. Котангенс пи бөлінген 2 плюс альфа минус тангенс альфаға тең екен. Жазамыз минус тангенс альфа. Және келесі тангенс 2π плюс альфа дегеніміз 2π плюс альфа тангенсте тангенске тең екен. Жазамыз плюс тангенс альфа. Бізде мұнда синус пен синус қысқара алмайды, себебі алдында екеуінің плюс тұр. Яғни қосылады, 2 синус альфа.
мына мысалға x плюс x деген сияқты ғой. X плюс x болса 2x-ке тең, иә? Бізде x синус альфаға тең. Минус тангенс альфа мен плюс тангенс альфамыз қысқарады. Яғни минус 1 плюс 1 деген сияқты ғой. Сонда 0-ге тең болады. Жауабы бізде x синус альфаға тең. Келесі төртіншісін жазайық. Бізде синус 3π бөлінген 2 минус альфа минус косинус π плюс альфа плюс тангенс 3π бөлінген 2 плюс альфа және плюс котангенс 2π плюс альфаға тең. Жаңағы кестені қолданамыз. Келтіру формуласының кестесін. Яғни синус 3π бөлінген 2 минус альфада қарайық, міне 3π бөлінген 2 минус альфада синусымыз неге тең? Минус косинус альфаға тең екен, жазамыз. Минус косинус альфа. Так, косинус π плюс альфа дегеніміз бізде минус косинусқа тең, минус пен минусымыз плюс болып кетеді да, косинус альфа болады. Және тангенс 3π бөлінген 2 плюс альфа дегеніміз бізде минус котангенс альфаға тең. Және котангенс 2π плюс альфа дегеніміз жай ғана котангенс альфаға тең. Сонда бізде минус косинус альфа мен плюс косинус альфамыз қысқарып кетеді. Минус котангенс альфа мен плюс котангенс альфамыз қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады 0.